Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды өзіміздің ұлттық тағамымызды пісіріп үйренеміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен ыдысымызға салқын су құйып, ішіне еттерімізді салып, көбігі шыққанша қайнатамыз. Қайнап көбігі шыққаннан кейін осылай көбіктердің барлығын жинап алып тастаймыз. Көбіктерін жинап тазартқаннан кейін енді қақпағын жауып, тағы бір қайнатып, көбігін шығарамыз. Және көбіктерін жинап алып тастаймыз. Көбіктерінен әбден тазарғаннан кейін енді ішіне сәбізін, пиязын және помидорын салып, жақсылап араластырамыз. Пиязды майдалап турап салсаңыздар да болады. Мен осылай екі бөліп салдым. Қалауларыңыз бойынша болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Енді бетін жауып, орташа отта еттеріңіз қатты болса 3-4 сағат пісіресіздер. Ал егер еттеріңіз жұмсақ, тез пісетін ет болса, онда 2-3 сағат қана пісіресіздер. Енді картошкаларымыз сорпаның ішінде езіліп шашылып кетпес үшін мен осылай картошкаларды пакетке салып, пакеттің аузын жақсылап байлап, шанышқың көмегімен жан-жағынан тесіп, сорпаға салып пісіремін. Картошкамен бірге асқабақ салсаңыздар да болады. Асқабақ салсаңыздар сорпаларыңыз өте дәмді болып шығады. Егер картошка, асқабақты ұнатпасаңыздар, салу міндетті емес. Енді сорпамыз әбден қайнап, сорпаның бетіне майы шыққаннан кейін, осылай майларын жинап, қамырдың бетіне құятын тұздық аламыз. Тұздықты жасау үшін бір пиязды алып, жақсылап майдалап турап, осы жинаған майларды сол пияздың үстіне құйып, пиязды жұмсартасыздар. Ал мен пиязды ұнатпағаннан кейін тек осылай майларын жинап, қамырдың бетіне құямын. Енді етіміз піскенше қамырын илейміз. Өздеріңізге қажетті мөлшерде ұн алып, дәміне қарай тұз, жұмыртқа және сорпаның майын қосып, салқын суға қатты қамыр илейміз. Егер қамырларыңызға сорпаның майын және тұзын көбірек қоссаңыздар, қамырларыңыз езілмей, созылмалы болып, өте жақсы жайылатын болады. Қамырымызды илегеннен кейін енді бетін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Міне бізде 15 минут өтті. Қамырымызды бір қайтарып, екіге бөліп және ие қанғанша 10-15 минут демалдырамыз. Енді демалған қамырларымызды алып, жақсылап жұқалап жаямыз. Қараңыздар, қамырдың екі шетін осылай ішке қаратып жаямын. Сонда қамырларымыздың екі шеті жұп-жұқа болып жайылатын болады. Енді жайылған қамырларымызды 10-15 минут кептіріп қоямыз. Оған дейін қазандағы піскен еттерімізді сүзіп аламыз.
Қазанымыз 3-4 сағат қайнағаннан кейін суы азайып қалады. Енді үстіне қатты қайнаған ыстық су құямыз. Қазанға су құйғаннан кейін сорпаның тұзын көруді ұмытпаңыздар. Егер тұзы аз болса, үстіне тұз саламыз. Енді кепкен қамырымызды оқтауға орап, тура видеодағыдай етіп кесеміз. Қамырды кескеннен кейін екі шетін бөлек алып қоямыз. Жайылған қамырларымыздың кейбір шеттері қалың болып жайылуы мүмкін. Сол үшін қамырдың екі шетін сорпаға бірінші салып, үстіне басқа қамырларды салып пісіреміз. Енді қатты қайнап тұрған сорпамызға қамырымыздың екі шетін бірінші салып, кейін кезекпен басқа қамырларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырларымыздың барлығын салғаннан кейін енді қақпағын жауып, қамырымыздың көтеріліп қайнағанын күтеміз. Қазандарыңызды қадағалап тұрыңыздар, қамырларыңыз көтеріліп тасып кетуі мүмкін. Енді қамырларымыз піскенше 15-20 минут қайнатамыз. Қамырларыңыз піскеннен кейін үстіне 1 стакан мұздай су құйыңыздар. Менде видеоға түспей қалыпты. Сонда қамырларыңыз бір-біріне жабыспай жақсы алынатын болады. Енді табағымызға қамырлар жабысып қалмас үшін астына азғантай тұзды құйып, қамырларымызды жақсылап сүзіп аламыз. Қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін тұзды құйып жақсылап араластырып тұрыңыздар. Міне біздің тамағымыз дайын. Өте дәмді әрі тойымды тағам. Сорпасына құрт салып ішсеңіздер тіпті керемет болады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген қарапайым рецепттермен және де тоқымаға қатысты мастер-класстармен бөлісемін. Кіріп қараңыздар.